Сәлем достар. Біздерде бүгін сіздерге Codron'ды көрсеткім келіп тұр. Оның анда мен сіздерге программамен көрсеткен болатынмын, яғни Scratchпен және Pythonмен. Бүгін радио басқару. Яғни Codron жинағының ішінде мынандай батареяны зарядтайтын модуль бар. Осыны зарядкада тұрған жерден алып, біздер мына дронның ішіне батарейкасын орналастырамыз. Сол кезде біздің дронымыз қосылады. Дәл қазіргі сәтте пультпен қосылмағандықтан осындай сигнал беріп тұрады. Енді пультті қосамыз. Пультке мында батарейкамыз салып, мінекей RoboLink. Сонымен біздің пультіміз қосылды. Енді қазір ұшыруды бастаймыз. Салам алейкум. Енді ұшыру үшін, яғни біздерде мында дейтін қарап тұрсаңыздар, дронның барлық ақпараттары бар. Яғни биіктігі, тұрған жеріне қандай түсті көріп тұр, соған байланысты мында түстерді өзгертуге болады. Сонымен қосылды, ал дронды ұшырайық. Мына жаққа қозғалып ұшыруға болады. Жоғары. Сонымен бірге байқап тұрсаңыздар, дронда бір орында стабилизатор бар. Мысалы мен басқарып тұрған жоқпын, дрон өзін ұстап тұрады да. Яғни қандай деңгейде тұрғанына байланысты. Сосын ары қарай алып, уже басқара беруге болады толықтай. Яғни бұл балаларға білім беру дроны болғандықтан басқаруға ыңғайлы болу үшін жасақталған. Біздің Codron еду дронымыз. Рахмет.